1947 жылы ағылшындардың 2 ғасырлық билеуінен кейін Үндістан тәуелсіз елге айналды. Бұның артынан Үндістан тарихындағы ең қаралы күндер өтті. Бұл күндері 1 миллиондай адам құрбан болды. Британдық отарлаудан бұрын Үнді субконтиненті жүздеген быдырап кеткен мемлекеттерден тұрды. Ол мемлекеттерді үндістер, мұсылмандар, сикхлер, джайнистер, буддистер, христиандар, парсылар және еврейлер мекендеді. Олардың әрқайсысында өзіне ғана тән дәстүр, касталық құрылым және басқару формасы болды. 15 ғасырдан бастап еуропалық державалар Үндістан жағалауында өздерінің сауда елді мекендерін құра бастады. Бірте-бірте Британ Ост-Инд компаниясы отарлаудың ең негізгі күшіне айналды. Кейбір аймақтар ағылшындардың тікелей билігіне өтсе, басқалары өздерінің Британияның вассалдары деп мойындады. Вассалдық князьдіктер де егеменді болып саналғанымен, іс жүзінде Ұлыбританияға толықтай тәуелді болды. 19 ғасырда ағылшындар Үндістанды басқаруды жеңілдету үшін оның халқын діни негізде сұрыптады. Олар үндістерді діни көпшілік, ал қалғандардың барлығын азшылық деп бөлді. Мұсылмандар ең үлкен азшылықты құру керек еді. Сикхлер өздерін жеке халық көргенімен үндістердің құрамына кіргізілді. Сайлауда адамдар тек өздерімен бірдей дінді ұстанатын адам үшін ғана дауыс бере алды. Мұның бәрі бұрын бейбіт өмір сүрген этникалық топтар арасында араздықтың пайда болуына әкелді. 20 ғасырдың басы Үндістан үшін ондаған жылдарға созылған ұлт-азаттық күреспен өтті. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қаржылық қиындықтарға тап болған Ұлыбритания үндістердің талаптарына көне бастады. Үндістанның саяси басшыларының болашақ мемлекет жайлы көзқарастары әртүрлі болды. Үндістердің көшбасшылары Махатма Ганди мен Джавахарлал Неру Үндістанды бір тұтас мемлекет ретінде көрді. Мұсылмандардың мүдделерін білдірген Мұхаммед Али Джинна болса, мұсылмандар мен үндістердің арасы тым ашылып кетті деп ойлады. Оның ойынша Үндістанның құрамынан мұсылмандық Пәкістанды бөлу керек болды. 1946 және 47 жылғы көтерілістер ағылшындардың кетуін жылдамдатты, ал үкімет болса Үндістанға егемендік беру жоспарын жасырын түрде талқылай бастады. 1947 жылдың маусымында вице-король елдің тәуелсіз болатынын және екіге бөлінетінін жариялады, бірақ оның қалай өтетінін ешкім түсіндірмеді. Ескірген карталар мен қате санақ мәліметтеріне сүйенген комитет шекараны небәрі 5 аптаның ішінде сызып бітті. Ол шекара тікелей ағылшындарға бағынышты келесі провинциялардан өтетін болды: Бенгалия, Пенджаб және Ассам. Шекара үндістер мен мұсылмандардың қай жерде басым екенін және өзге факторларды ескерді. Егер үндіс аймағы үндіс аймағымен шектесе, онда олар Үндістанға кірді. Бірақ егер үндіс аймағы мұсылман аймағымен шектесе, онда олардың екеуі де Пәкістанның құрамына кіретін болды. Шекарадағы князьдіктер болса, өздерінің егемендігін жоғалтып, жаңа мемлекеттердің біреуіне қосылу керек еді. Шекара комитеті жаңа картаны құрып жатқан кезде, үндістер мен мұсылмандар өздері көпшілік боламыз деп ойлайтын аймақтарға көше бастады. Бірақ жиі қателесті. Отбасылар бөлінді. Зорлық мен зомбылықтан қорыққан халық қыздар мен әйелдерін қауіпсіз көрінген жерлерге жіберді. Жаңа шекаралар тәуелсіздіктен 2 күн кешігіп 17 тамызда жария етілді. Пенджаб пен Бенгалия провинциялары сәйкесінше шығыс және батыс Пәкістанға айналды, ал қалған жерлер Үндістанның құрамына кірді. Келесі 2 жылдың ішінде Пәкістанда тұрған миллиондаған үндістер Үндістанға көшсе, Үндістанның мұсылмандары Пәкістанға көшті. Лахор, Дели, Калькутта, Дакка және Карачи қалалары жергілікті тұрғындардан айырылып, босқындармен толып кетті. Ағылшындардың кетісімен пайда болған заңсыздықта қарақшылар мен қылмыскерлер көбейді. Пенджабта зорлық-зомбылық мәселесі ерекше өткір болды. Әсіресе бұл жақта әйелдердің жағдайы ауыр еді. Ұрланып, еріксіз тұрмысқа шыққан әйелдердің саны 100 мыңнан асты. Бірақ британдық Үндістанның бөлінуінің салдары тек зорлық-зомбылықпен ғана аяқталған жоқ. Аз уақытқа көшіп кеткендер нәтижесінде еріксіз босқындарға айналды, ал шекара даулары әлі күнге дейін тоқтаған жоқ. 1971 жылы Шығыс Пәкістан бөлініп, тәуелсіз Бангладеш мемлекетін құрды. Дәл сол кезде халқы мұсылман болған Кашмирдің үндіс билеушісі Үндістанның құрамына кіргісі келді.
оны іске асыру үшін референдум керек болды. Референдум өткізілмеді, ал Үндістан мен Пәкістан әлі күнге дейін Кашмир үшін таласып келе жатыр. Бөлінуден 70 жылдан астам уақыт өткенімен, бұрынғы қақтығыстар әлі күнге дейін аяқталған жоқ.